кезде біз ойладық желіде танымал болатын тек қана экран алдында жүрген танымал өнер адамдары, одан кейін танымалдылыққа мысалы блогерлер келді. Қазір медицина саласында білімді, білікті дәрігерлердің парақшасы да кәдімгідей біраз блогерлердің парақшасын қуып жетті. Сіздің де инстаграмдағы парақшаңызды көріп шықтым, оқырмандар саны көп екен, әжептәуір жақсы. Бұл не дегеніміз? Бұл халықтың денсаулыққа көңіл бөлуі, назар салуы, өзгеру деген сөз. Біз енді өзіміздің өмірімізге, денсаулығымызға көңіл бөле бастадық. Сіз парақшаңызда 20 мыңнан аса риза пациент дейміз, немесе тұтынушыңыз дейміз, сіздің қызметіңізді пайдаланушылар туралы ең жиі кездесетін, бәлкім диагноз, ең жиі кездесетін сырқат түрі қандай сұрақтармен жиі келеді? Бізде өкінішке орай көп проблемалар асқазан ішек жолдарымен. Иә, асқазан ішек жолдарындағы проблемалар өттегі застой, іштің қатуы, немесе іштің өтіп кетуі, артық салмақ, немесе салмақ қоса алмау, әлсіздік, шаршағыштық, гипотиреоз, аутоиммунды тиреозит, буын аурулары, тері аурулары, былай айтқанда барлығы дейсіз ғой. Көп ауру. Бір келген пациент, ол тек қана тері ауруын емес, ол сонымен қоса асқазандағы жарасы болса, язвасын тексеріп келеді. Бәрін бірге бір уақытта результат көргісі келеді. Сондықтан негізі превентивный методиканың да бір артықшылығы осы да, адамның ағзасын бір тұтас жүйе ретінде қарастырады. И біз мысалы ең основной проблема қай жақтан кетіп жатыр? Мысалы асқазан ішек жолында болып жатса, асқазан ішек жолдарын реттеу арқылы қосымша пайдалы нәтижелерін аламыз.